ересек адамдарда 32 тіс болады. Олар жоғарғы және төменгі жақ сүйектерде орналасқан. Тамақты қабылдауға байланысты әрқайсының өзіне тән қызметі бар тістің 4 түрі белгілі. Күрек тістер. Олардың өткір жиектері бар. Олар тамақты тістеу және үзу үшін қолданылады. Ит тістер. Олардың пішіні конус тәрізді. Тамақты жұлуға, үзуге көмектеседі. Келесі кіші және үлкен азу тістер, немесе премоляр және молярлар. Олардың ерекшелігі тістердің бетінде төмпешіктері болады. Бұл тістер тамақты ұсақтауға, ұнтақтауға арналған. Адамның жақ сүйектерінде терең орналасқан тіс түбірлері болады. Тістің көрінетін бөлігі тіс сауыты деп аталады. Ол ағзадағы ең қатты зат эмальмен қапталған. Эмальдің астында дентин бар. Ол қаттылығы мен беріктігі жағынан эмальдан кейінгі орында алады. Ең ішкі қабатында пульпа орналасқан. Пульпада тістің тірі ұлпаларына қоректік зат жеткізілетін қан тамырлары мен жүйке ұштары бар. Тіс қаншалықты қатты әр берік болғанымен, бактериялардың әсерінен зақымдануы мүмкін. Бактериялар тістің эмалін, дентинін, сонымен қатар тіс пульпасына дейін зақымдауы әбден мүмкін.